ДНК өзі жүдә ұзын болғанлығы үшін оны клетка ішіне жайластыруда табиғат оны орам етіп жайластырған. Міне осы орамларға хромосома деп аталады. Апуайы етіп айтқанда, хромосома бұл ДНК-ның оралған ықшам формасы. Инсан денесінде жәмі 46 хромосома бар. Олар 23 жұпқа бөлінген, яғни 22 жұп улума хромосома һәм 1 жұп жынси хромосома. 22 жұп барлық адамларда дерлік бірдей вазифаларды орындайды. Олар организмнің улума түзілісі, рауажлануы, ішкі органлар іскерлігін басқарады. Бірақ ең қызық нәрсе 23 жұп хромосома. Бұл жұплық адамның жынысын, яғни ұл бала болама, ямаса қыз бала болама, соны белгілейді. Аялларда бұл жұплық 2X харбінен барат болады. Ер адамларда болса 1X һәм 1Y болады. Енді сұрау, бала туылғанда оның ұл ямаса қыз болуы кімге байланысты? Аналар бар қолла тек X хромосома береді. Әкелер болса X ямаса Y-ден бірін береді. Егер әке X берсе, бала 2X болады, яғни қыз туылады. Егер әке Y берсе, бала XY болады, яғни ұл туылады. Демек баланың жынысы дикарынан әкенің қандай хромосома бергеніне байланысты болады.